Иса халыққа астарлы әңгімелер арқылы тәлім беруін жалғастырды. Оларға былай деді. Құдай патшалығындағы жағдайды мынаумен салыстыруға болады. Бір патша баласының үйлену тойын өткізуге дайындалыпты. Содан ол шақырған кісілерін алып келуге қызметшілерін жібереді. Алайда сол адамдардың келгілері келмейді. Патша басқа қызметшілерін жұмсап, шақырылғандарға айтыңдар, мен қонағасымды әзірлеп қойдым. Өгіздер мен бордақыланған торпақтар сойылып, бәрі дайын тұр. Тойға келе беріңдер дегізеді. Бірақ олар шақыруды елемей, біреуі егіндік жеріне, біреуі саудасына кетіп қалады. Тағы басқалары қызметшілерін ұстап алып, қорлап, өлтіріп тастайды. Мұны естіген патша қаһарланып, әскерін жұмсап, әлгі кісі өлтірушілердің көздерін құртып, олардың қаласын өртеп жібереді. Содан кейін қызметшілеріне, той дайын, ал шақырылғандар оған лайықсыз болып шықты. Енді жол тораптарына барып, кімді кездестірсеңдер, соларды тойға шақырып алып келіңдер деген жарлық береді. Жан-жаққа аттанған қызметкерлер кімді кездестірмесін, жаманын да, жақсысын да бәрін жинап алып келеді. Той болған үй адамдарға лық толады. Патша келгендерді көруге кіргенде, тойға сай киім кимеген біреуді көріп, одан, достым, мұнда той киімінсіз қалайша кірдің деп сұрайды. Ол үндемейді. Патша нөкерлеріне, мынаның аяқ қолын байлап, сыртқа қара түнекке лақтырыңдар деп бұйырады. Сонда ол зар еңіреп жылап, қинала тістенетін болады. Себебі шақырылғандар көп, ал таңдап алынғандар аз. Парызшылдар сол жерден кетіп, Исаны өз сөзінен ұстаудың жолын іздеп ақылдасты. Оған Иродтың жақтастарымен бірге өз шәкірттерін жіберіп, мынадай қитырқы сұрақты қойғызды. Ұстаз, сіздің әділ екеніңізді білеміз. Жұртты шынымен Құдай жолына үйретіп, біреуге жағыну ниетінен аулақсыз. Ешкімнің де бет жүзіне қарамайсыз. Енді бізге айтыңызшы, қалай ойлайсыз? Рим патшасына алым салық төлеуіміз дұрыс па? Әлде бұрыс па? Олардың арам ойларын білген Иса: Екі жүзділер, мені азғырып сынамақсыңдар, Маған салыққа төлейтін бір күміс теңгені көрсетіңдерші, деді. Олар оған бір күміс теңге әкеліп берді. Иса: мына суретпен жазу кімдікі? деп сұрады. Олар: Рим патшасыныкі, деп жауап берді. Сонда Иса: Олай болса, патшаға тиістісін патшаға, ал Құдайға тиістісін Құдайға беріңдер, деп тұжырымдады. Мұны естіген олар таңданып, Исаның қасынан кетіп қалды. Садукейлер өлімнен қайта тірілу жоқ дейтін. Сондықтан Садукейлер ұйымның кейбір мүшелері сол күні Исаға келіп, мына сұрақты қойды. Ұстаз, Мұса пайғамбар бізге Тауратта мынадай бұйрық берген. Егер үйленген біреу артынан бала қалдырмай өлсе, онда жесіріне ағасы не інісі үйленіп, марқұм бауыр үшін ұрпақ қалдырсын. Арамызда 7 ағайынды жігіт бар еді. Солардың тұңғышы үйленіп, соңынан бала қалдырмай өлді. Жесіріне екіншісі әмеңгер болып үйленді. Ал мұнымен де, үшіншісімен де, тіпті жетеуінің бәрімен де дәл осы сияқты болды.
Ақыры бәрінің соңынан әйел де көз жұмды. Ендеше, қиямет күні қайта тірілгенде, әйел осы жетеудің қайсысынікі болады? Ол солардың бәрінің де әйелі болған еді ғой. Бірақ Иса бұлай жауап қайырды. Киелі жазбаларды және Құдайдың құдіретін ұқпағандықтан жаңылып жүрсіңдер. Себебі өлімнен қайта тірілгеннен кейін адамдар әйел алмайды, күйеуге де шықпайды. Сол жағынан олар көктегі Құдайдың періштелер іспетті болады. Ал өлгендердің қайта тірілуі жайында Құдайдың Тәуратта мен Ыбырайым, Ысқақ және Жақыптың Құдайымын дегенін оқымап бедіңдер. Демек, ол өлгендердің емес, тірілердің Құдайы. Мұны естіген халық Исаның тәліміне таң қалды. Исаның садукейлерді үндетпей қойғанын естігенде, парызшылдар бас қосып жиналды. Кейін олардың біреуі Таурат заңын үйретуші ғұлама Исаның ұстанған ілімін сынамақшы болып, оған мына сұрақты қойды. Ұстаз, Таураттағы ең ұлы өсиет қайсысы? Иса Құдай еңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл ойыңмен сүй. Бұл ең ұлы да басты өсиет. Ал екіншісі де сол сияқты маңызды. Өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамды да солай сүй. Бүкіл Тәурат заңы мен пайғамбарлар жазбалары осы екі өсиетке негізделген. деді. Қасына жиналған парызшылдарға Иса: Мәсіх туралы не ойлайсыздар? Ол кімнің ұрпағы болады? деген сұрақ қойды. Олар: Дәуіттің ұрпағы. деді. Сонда Иса: Ендеше неліктен Дәуіт киелі рухтың жетелеуімен Мәсіхті ем деп атады? Ол жаратқан ие менің иеме былай деп айтқан: мен жауларыңды табаныңның астына салып бергенімше отыр оң жағымда деген ғой. Сонымен Дәуіт пайғамбар Мәсіхті ем деп атаса, қалайша ол Дәуіттің ұрпағы ғана болады? деп сұрады. Ешқайсысы Исаға жауап беріп, бір сөз де айта алмады. Одан кейін тағы басқа сұрақтар қоюға ешкімнің де батылы бармады.